Құрметті әріптестер, ғасырдың аңыз тұлғасы Абай атты семинар Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналады. Мақсаты ұлы ақынның өнегелі өмірін, ақынның даналығын, рухани асыл мұраларын, өлеңдерін насихаттау. Биылғы жыл халықаралық Абай жылына айналды. Әлемнің көптеген елдері оның шығармашылығына назар аударуда. Қазақстанның бастамасымен және ЮНЕСКО-ның қолдауымен ұлы ақынымыздың 175 жылдық мерейтойы жаһандық деңгейде аталып өтуде. Ақынның баға жетпес мұрасын ұғындыру және дәріптеу азаматтық парызымыз. Өйткені Абай әлемдік деңгейдегі кемеңгер тұлға. Абай танудың тұғырнамалық негізі де осы болуға тиіс. Қазір ақынның еңбектерін халықаралық ғылыми айналымға енгізу үшін нақты және мақсатты жұмыстар қолға алынуда. Оның шығармалары әлемнің 10 тіліне аударылып, баспаға әзірленді. Бұл кітаптар жүздеген астам елдің кітапханалары мен мәдени орталықтарына жіберіледі. Бір қатар шетелдік аудармашыларға, Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеушілер мен насихаттаушыларға Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен мемлекеттік награда берілді. Абай рухын ұлықтау шаралары жалғасуда. Шетелдегі елшіліктеріміздің жанынан Абай орталықтары ашыла бастады. Ақынның шығармашылығын жүйелі зерттеу үшін Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанынан Абай академиясы құрылды. Біз бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін Абай мұрасын естен шығармауымыз керек. Себебі ұлт ретіндегі жаңару идеясында оның көзқарасымен үндесіп жатқаны анық. Қазақстанда 2007 жылдан басталған, жылда өткізіліп жатқан бір ел, бір кітап республикалық акциясы Абай Құнанбаевтың қара сөздері кітабынан басталды. Биыл акцияға Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы таңдалды. Біз семинарда сіздердің назарларыңызға Абайдың мұрасының сыры атты дәстүрлі емес сөйлейтін көрмені ұсынамыз. Мынадай бөлімдерден тұрады: дала данышпаны, Абай дауысы уақыт тынысы, өшпес өсиеттер, әндер дыбысы және күй үндері, Абай тану әліппесі. Көрмеде Абайдың еңбектері және Абай туралы жазылған зерттеулер, шығармалар, аудармалар бар. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Семинар «Абай. Легендарная личность века» посвящен 175-летию Абая Кунанбаева. У каждого народа есть знаменитые люди, которые представляют всему миру его культуру, мировоззрение и философию. Имена великих – визитная карточка народа из земли, взрастивших их. Ведь известные люди любой страны – это отдельная страница истории и культуры. Их биографии и достижения – это то, что должен знать каждый гражданин, который любит свою отчизну и гордится своей культурой. Погружаясь в мир Абая, начинаешь явственно чувствовать. Конечно, наших знаний об этой грандиозной фигуре прошлого недостаточно. Мы находимся только на подступах к подножию горы под названием Абай Кунанбаев и видим снизу только снежные и красивые издалека вершины высокой цели. 30 мая 2019 года глава государства Касым Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая. Опубликованная статья главы государства Касым Жомарт Токаева «Абай и Казахстан в 21 веке» посвящена великому казахскому поэту, мыслителю, общественному деятелю Абаю Кунанбаеву. Изложенные в статье мысли президента Касым Жомарт Токаева о значении личности, о значении его наследия для нас, современников.